Мектеп қандай болса, мұғалімі де сондай болмақ. Ахмет Байтұрсынұлы. Бекежан Сүлейменов атындағы мектеп мен үшін ыстық ұя. Сол ордада білім алып ер жетіп, бүгін сол білім ошағында ұстаз боп еңбек етіп келемін. Бала кезден анам секілді мұғалім болам деп армандадым. Арманым адастырмай, Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіндегі физика мамандығының грантын иелендім. Жоғары оқу орнын тәмамдаған соң, 2019 жылы Жаңақоныс жалпы орта білім беретін мектебінде еңбек жолымды бастадым. Оқушыларға өмірге қажетті білім беріп, табысты тұлға етіп тәрбиелеуді мақсат тұттым. Көптеген адамдар мектеп жылдарында физиканы жалықтыратын пән деп санады. Бірақ бұл мүлдем олай емес. Өйткені өмірде бәрі де дәл сол осы ғылымның арқасында болады. Физика адам өмір сүретін әлемді зерттейді. Сондықтан осы әлемнің ережелерін білмей өмір сүру қызықсыз болады. Сабақ оқушыларды жалықтырмас үшін әрбір сабақ оқушы сеніміне ынта, ықыласына әсер еткізіп, түрлендіріп, жаңаша оқу әдіс тәсілдерді шығармашылық ізденімпаздығын қалыптастырып, оқушыларға сұрақтар қою, эксперименттік мәні бар тапсырмаларды шештіру, ой таласын жасау, танымдық ойындар ұйымдастыру оқушылардың жетістіктерге жетуіне үлкен септігін тигізеді. Әр сабағымды оқушының көңіліне қонымды, қызықты етіп өткізіп, өмірмен байланысты етіп келемін. Біліктілікті арттыру курстарында жаңа бағыт бағдар алып, педагогикалық озық тәжірибелер жинақтап жүрмін. Өз іш тәжірибемде баспасөзде бөлісіп, физиканы оқыту жолдары жайында пікірлерімді ортаға саламын. Мұғалім жан-жақты, әрдайым қоғамның жанашыры болуы керек. Оқушыларға әрдайым жақсысы мен үлгі болу үшін спорттық, әскери сайыстарға да қатысып, мектеп намысын қорғап келем. Ұжымның сенім артқаны болар. Жас ұстаздар клубының жетекшісі боп, бәріміз бірге ізденіс жолындамыз. Волонтерлер еріктілер тобына мүшемін. Оқушы жетістігі мұғалім еңбегінің нәтижесі болмақ. Оқушыларым аудандық пәндік олимпиадада жүлдегер атанып, мектеп мерейін үстем етті. Жеткергенова Тоғжан 2022 жылы 1-ші орын, 2023 жылы 2-ші орын иеленді. Республикалық зияткер оқушы олимпиадасында физика пәні бойынша Көптілеуова Нұрлайым, Дәулетбай Диаз, Қанғазин Бегнұр 1-ші орын жүлдегер атанды. Сонымен қатар, жетекшілік ететін сыныбымдағы оқушылар көркемсөз өнерінде бақ сынап, республикалық, облыстық, аудандық конкурстардың жеңімпаздары атанып жүр. 4 жылдық еңбек өтілімде табысқа қол жеткізсем, өмір бойы білім жолындағы ізденістен деп білемін. Уильям Уорд айтқандай, жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады. Әрдайым шабыттандырушы мұғалім болғым келеді.